Аз білу саясатқа апарады, көп білу парасатқа апарады. Еңбексіз биік белестерді бағындыру шыңға шығу мүмкін емес. Балам деп емес, шәкіртім деп тәрбиеледі. Жақсылық көрсең тасыма, неден қонғанын ойла. Осындай ізгі асыл қасиеттерді көргім келеді. Парасаттылық немесе парасатты адам менің пайымымда терең ақылды, терең ойды, ілім мен білім секілді ізгі қасиеттерді бар болмысына, табиғатына, бойына сіңірген адам. Аз білу саясатқа апарады, көп білу парасатқа апарады. Бұл тұрғыда қазақ халқы парасаттылық деген қасиетке ерекше мән берген. Ең әуелі баланы мейір шапағатқа, одан кейін ақыл парасатқа, ақырында ең нағыз пайдалы ғылым еңбекке баулу дейді. Немесе Абай атамыз адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Адам баласы адам баласынан ақыл, ар, мінез, ғылым деген дүниелермен озат дейді. Бұның барлығы түптеп келгенде парасаттылық. Сәттіліктен гөрі жаныма еңбек жақын. Өткен себебі еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалады дейді. Тағы да данышпан Абай. Өйткені бала кезден ақ еңбек етсең ерінбей тояды, қарның тіленбей деп үйретті ғой. Бүгінге деңгейге жетсек, бұл еңбектің арқасы. Енді сәттіліктің де кейде керек тұсы болады. Мысалы, мен өмірімдегі бір ғана оқиға, мемлекеттік грант бойынша Оралда емтихан тапсырып, сол өңірде бірінші тұрып, бірақ республикалық тізімде ең соңғы болып іліккен. Бұл менің ойымша сәттілік. Черчиллдің айтқаны бар: бақыт пен денсаулық тілемеңіз, керісінше сәттілік тілеңіз. Өйткені апат болған Титаниктегі жолаушылардың басым бөлігі байқуатты болды. Тек санаулылардың ғана жолы болды дейді. Осы тұрғыда есептейтін болсақ, негізі ең алдымен еңбек, кейде сәттілікте артық етпейді. Менің анам Роза Ғарифолла қызы қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бала кезден балам деп емес, шәкіртім деп тәрбиеледі. Өзінің уақытын аямаған, бірақ шәкірттерінің бақытын аялаған жан талай ғибратты ғұмырын ұстаздық жолға арнады. Мен де осы журналистикаға ғашық болуыма, осы мамандыққа асық болуыма, кітап әлеміне, ұлт әдебиетіне іңкәр ынта болуыма осы анам әсер етті. Сондықтан әлі күнге негізгі мамандық таңдауыма, адам болуыма, маман болуыма осы анамның сіңірген еңбегі өлшеусіз деп есептеймін. Жастар үшін табыстың кілті бұл білімде, бірлікте, байлықта деп есептеймін. Байлық болғанда да бұл жан байлығы, рухани байлықта. Ұлт ұстазы заманымыздың заңғары Ахмет Байтұрсынұлының өзі айтып кеткен, осы сұраққа жауап та беріп кеткен. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, ал күшті болу үшін бірлік керек дейді. Міне 21 ғасырдың ұрпағы да, жастарының да бойынан мен осындай ізгі асыл қасиеттерді көргім келеді. Зияткер ұлт, ең бастысы ұлтын сүйе білу керек. Әрбір еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін. Мысалы, естеріңізде болса, биыл 1 қыркүйекте мемлекет басшысы халыққа жолдауын жариялады. Сол кезде байқасаңыздар, президент ұлттық деген сөзге ерекше екпін түсіріп айтты. Бірнеше мәрте ұлттық мүдде, ұлттық болмыс, ұлттық сапа, ұлттық индустрия, тағысын тағы. Бұл бекерден бекер емес. Яғни, өзіміздің ұлтымызды сүймесек, ұлтымыздың құндылығын, ұлылығын қадірлей білмесек, өзге ұлттардың алдында өзімізді аспандатып, мерейімізді өсірмесек, бір-біріміз арқадан қағып, бір-бірімізге әр қазақ тілеуқор болмаса, бұл ұлттың мен болашағы бұлыңғыр деп есептеймін. Ең сүйікті 3 кітабым Төлен Әбдік әке, Шерхан Мұртаза Ай мен Айша және Оралхан Бөкей Қайдасың қасқа құлыным. Бұл 3 кітаптың мен сырын ақтармай қояйын, өйткені оқығандар білет, оқымағандарға құпия болсын деп керісінше қызығушылық танытсын деген мақсатпен айтып отырмын. Міндетті түрде оқыңыздар, сіздердің өмірлеріңізге, жеке азаматтық көзқарастарыңызға орасан өзгеріс әкеледі деп есептеймін.
Жамандық көрсең жасыма, неден болғанын ойла. Жақсылық көрсең тасыма, неден қонғанын ойла. Өмір сынақ, кекіліктің құйрығындай, шымшықтың тұмсығындай, өтеді де кетеді. Осы өмірде ешкімнің ала жібін аттамай, сыйласып өткенге не жетсін. Мен үшін басты мақсат, мен үшін өмірлік кредо, жатпен де жақынмен де сыйласып өту, ортаң, өзіңнің ұжымың, отбасың, ағайын тумаңмен сыйластықта құрметті өмір сүргенге не жетсін. Ең басты мақсат осы.